Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біз бүгінгі сабақты workbookпен жалғастырамыз. Can модалі етістігімен can for ability and permission. Page number 41 from the workbook. Okay. Exercise number 1 can ability and permission. Бұл жерде не істейміз? Can модалі етістігін бұл жерде бізде мінекей кішкене ғана ереже сияқты берілген екен тапсырмамызды. Сол мына кестенің ішіндегі сөздерді, яғни қолданып мына жаққа қоюымыз керек екен. Біріншісінде бізде қараңыздар, бірінші affirmative дегеніміз жай сөйлем, negative дегеніміз болымсыз сөйлем, question дегеніміз сұрау сөйлем, және де қысқаша жауаптар short answers дегеніміз, яғни affirmative-тегі қысқаша жауаптар және negative-тегі қысқаша жауаптар. Бұл жерде қысқаша айтып кетейін сіздерге. Біріншісінде affirmative-те can болады, болымды сөйлемде can. Ары қарай негативте бізде негатив, болымсыз сөйлемде әрине cannot, can't, мінекей can't. Ары қарай үшіншімізде бізде сұрау сөйлем болса can модаль етістік алдына шығып кетеді. Can және де мына жерде бір етістік тұруымыз керек. Төртіншіде swim, яғни can I swim немесе can you swim, ары қарай кете береді. Соңында бұл жерде мінекей бесіншісінде астында бесіншімізде бізде affirmative болса can болады, қысқаша жауап I can немесе you can. Ары қарай негативте бұл жерде бізде can't, cannot десек те болады. No, I don't, I can't, you can't деген сияқты мінекей көріп тұрсыздар, иә. Ары қарай next exercise number 2. Бұл жерде бізде can, cannot немесе can деп сұрау сөйлемнен бастап мына жақта мына суретпен жұмыс жасауымыз керек. Мына жерде берілген сұраққа жауап береді екенбіз, иә, сұраққа немесе берілген сөйлемге. Ол былай орындалады екен. Мысалға біріншісінде I not swim, яғни бұл жерде not тұрған жерде әрине болымсыз түрінде берілген екен. Суретте қараңыздар, иә. Неке I can't swim. Мен жүзе алмаймын. Екіншісінде can you use your laptop? Сіз ноутбукты қолдана аласыз ба? Өзіңіз қолдана аласыз ба деп сұрақ. Яғни can'ды алдына шығарып жібереміз, иә. Үшінші you cannot go to Jack's house. Сіз Джектің үйіне бара алмайсыз. Мінекей. Өйткені not деп тұр бұл жерде. Болымсыз сөйлем. Ары қарай төртте she can eat some food now. Ол қазір тағамды жейді, кішкене тағамды жеуге болады оған. Ары қарай бесте can we wear these clothes to school? Осы киімдерді біз мектепке кисек бола ма? Неке мына бесінші суреттегіне қараңыз. Суретке қарамай-ақ та мына жерде бірден қарап сөйлемді can модаль етістік қолданып құрайып жазсақ та болады екен. Оңай балар, оңай екен, иә. Окей, next exercise number 3. Төртінші тапсырмада не істеуіміз керек? Бұл жерде де мінекей can, cannot модаль етістігін ability, permission алдында да сіздерге students bookта осы нәрсені түсіндіргем. Орындауымыз керек. Мына жерде үлгісін берген екен, қараңыз. Мына кестенің ішіндегі сөйлемді біз етістіктер берген, сол етістікті бірінші алдымен тауып аламыз, қай етістік болатын, сосын can модаль етістігін қолдануымыз керек, немесе can или cannot. Ары қарай бұл жерде жалпы сөйлемнің өзін аударып, сосын a немесе p екенін анықтауымыз керек екен. Мінекей. Біріншісінде she can speak Italian and Japanese бергеннен кейін бұл жерде яғни тілді айтып тұр, сондықтан speak-ті алдық. Speak-тің алдына can-ді алдық. She can speak Italian and Japanese. She is very good at the languages. Не үшін cannot қоймадым? Себебі мына жерге жазылған she is very good at the languages. Ол себебі тілдерде өте жақсы. Сондықтан ол Италия мен Жапония тілінде сөйлей алады. Бұл жерде нені көрсетіп тұр? Қабілетті ма, рұқсатты ма? Әрине қабілетті көрсетіп тұр. Сондықтан бізде бұл жерде сызықшада соңында a болады. Ability. Екіншісінде can фильм болғандықтан, телевизордегі фильм болғандықтан watch-ды алдық. Енді can-ды сұрақ ретінде can I watch that film on TV? Мен бұл теледидардан фильмді көруге рұқсат па? Көруге бола ма? Рұқсат па емес, көруге бола ма? Сондықтан бұл жерде рұқсат, енді бұл жерде рұқсат ретінде сұрап тұрғаннан кейін бұл жерде permission болады. Сондықтан бұл жерде pin деп
әрпін жазып қойсақ болады. Permission, иә. Кеттік келесі 3-те. My grandparents компьютер деген бұл жерде мен 3-те cannot дедім. Can't use, қолдану use. Сондықтан cannot use a computer, мінекей 3-ші жаққа жазғам. But they want to learn. Бірақ олар үйренгісі келеді дейді. Үйренгісі келеді болғандықтан бұл жерде can емес cannot қолданамайды деп бердім. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде енді нені көрсетіп тұр? Әрине қабілетті A болады. Ability. Арғарай 4. I'm sorry, кешіріңізші. You, арғарай 4-те, you can't go to the cinema now. Кешіріңіз, бұл жерде егер кешіріңіз болмағанда, you can болар меді. Cinema болғандықтан кинотеатр go-ды алдық. Кешіріңіз, сіз кинотеатрға бүгін бара алмайсыз деп тұр. Сонда cannot go дегенді алдық. Бұл жерде нені көрсетіп тұр? Яғни, как бы рұқсат сияқты көрсетіп тұр. Сондықтан permission болады. Ағырай 5-те can play деп алыппын. 5-ті көрейік. He loves music. Ол музыканы жақсы көреді. And he can play the guitar. Ол және де гитараны ойнай алады. Бұл жерде ойнау гитара болғандықтан play-ді алдық. Ойнай алады. Енді бұл жерде қабілетті көрсетіп тұр. Ол қолынан келеді. Яғни ability A болады. 6-да не деп алдық? 6-да can wear деп алыппыз, иә? Не үшін? Себебі ол мына жерде міне t-shirt. Бұл киімді кие алады, иә? Жейдені кие алады. You can wear that t-shirt to school if you want. Егер де ол қаласа, жаңағы жейдені кие алады деп жаздым. Бұл жерде яғни рұқсат сияқты берілген. Сондықтан P деп аласыздар. Permission. Ағырай 7-де. Бұл жерде тангоны айтып тұр. Танго ол B. Сондықтан бұл жерде can you dance? Жоғарда dance деген бар. Мінекей dance-ті алдық. 7-де сондықтан мына жерде мына can you dance the tango? Ол тангоны билей ала ма? Қабілетті көрсетіп тұр. Сондықтан A болады. Ағырай 8-де my baby sister can't read or write. Менің кішкене сіңілім жаза алмайды және де оқи алмайды және де жаза алмайды. Жазу дегеннен кейін біз бұл жерде read алдық. Оқу дегенді. Сондықтан cannot деп алдық. Cannot read or write. Бұл жерде баланың кішкене қабілеті жаңағы ондай қабілеті жоқ дегендіктен бұл жерде рұқсатқа мүлдем қатысы жоқ. Сондықтан бұл жерде ability деп аласыздар. A. Енді соңғысы бұл жерде can buy не қалып тұр? Buy деген сатып алу. Can I buy a new mobile phone in that shop? Мен сол дүкенде жаңа ұялы телефон сатып алсам бола ма? Сатып алам ба? деп тұр, иә? Сондықтан бұл жерде как бы рұқсат сияқты сұрақ болып тұрғандықтан бізде permission деп алдық. P болады. Ал кеттік келесі exercise number 4. Соңғы тапсырмамыз екен бізде. Бұл жерде не істеуіміз керек? Мына permission мен ability-ға қатысты сөздер берілген. Соларды қолданып біз сөйлем құрайды екен біз. Мінекей бұл жерде біз бұлай құрағанбыз. Тек қана бір сөйлем етіп құрадық. Оңай өзімізге болу үшін бірінші 8 сөйлем құрауымыз керек екеніне қараңыздар. Бірінші can I buy a new phone next week? Келесі аптада мен жаңа телефонды сатып алсам бола ма? Сатып алам ба? My brother can play football very well. Менің ағам немесе інім футболды өте жақсы ойнай алады. Can we watch a film tonight? Біз бүгін кешке теледидардан жаңағы фильмді көре аламыз ба? I can't swim 100 meters without stopping. Мен тоқтаусыз 100 метрге дейін жүзе алмаймын. Can you run 5 kilometers in 30 minutes? 30 минуттай бойы мен 5 километрде жүгіре аламын. Сіз жүгіре аласыз ба? Сұрақ екен ғой. 6-шысы. She can't use the mobile phone during the class. Ол сабақ кезінде телефонды қолдана алмайды. 7. Can I go to the park with my friend? Мен өзімнің достарыммен паркке, яғни саябаққа бара аламын ба? Арғырай соңғысы. He can play the piano beautifully. Ол
пианинода өте әдемі ойнай алады. Мінекей балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты өткізе алмас үшін менің арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Барлық тапсырмаларды бірге орындаймыз. Көріскенше сау болыңыздар.